Мен заманауи ұстаз Нұрсұлтан Әмірбек. Жасанды интеллект бүгінгі күннің ең күшті технологияларының бірі, қазіргі заманның қозғаушы күші. Ол біздің өміріміздің көптеген салаларына еніп, оны жеңілдетіп, тиімді етеді. Алайда, кез келген технология сияқты жүйдің да өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтары: біріншіден, автоматтандыру. Бұл адамдарға көбірек шығармашылық және стратегиялық тапсырмаларға көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Екіншіден, тиімділік. Жүйе ақпаратты өте тез өңдей алады және күрделі есептерді шеше алады. Бұл уақыт үнемдеп өнімділікті арттырады. Үшіншіден, дәлдік. Жүйе адам қателіктеріне бейім емес, сондықтан дәлірек нәтижелер бере алады. Төртіншіден, жаңа мүмкіндіктер. Жүйе жаңа материалдарды, дәрі-дәрмектерді жасауға және ауруларды емдеудің жаңа әдістерін әзірлеуге көмектеседі. Бесіншіден, жекелендіру. Жүйе әрбір пайдаланушының қажеттіліктері мен қызығушылықтарына сәйкес жекелендірілген қызметтер мен өнімдер ұсынуға мүмкіндік береді. Алтыншыдан, болжау қабілеті. Жүйе үлкен деректер көлемін талдау арқылы болашақтағы оқиғаларды болжауға көмектеседі. Кемшіліктері: біріншіден, жұмыс орындарының азаюы. Жүйдің дамуы кейбір жұмыс орындарының жойылуына әкелуі мүмкін. Екіншіден, қауіпсіздік мәселелері. Жүйді жасаушылардың қасақана немесе кездейсоқ қателіктері салдарынан қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін. Үшіншіден, этикалық мәселелер. Жүйдің дамуымен байланысты этикалық мәселелер туындайды. Мысалы, жеке өмірдің құпиялығын сақтау, жасанды интеллектпен қатынастарды реттеу және тағы басқа. Тәуелділік. Төртіншіден, адамдарға жүйеге тым тәуелді болып кетуі мүмкін. Бұл олардың шығармашылық қабілеттері мен өздігінен ойлау қабілеттерінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бесіншіден, қымбаттылық. Жүйе технологиялар әлі күнге дейін қымбатқа түседі, сондықтан оларға барлық адамдар қол жеткізе алмайды. Қорытынды: жасанды интеллект бұл қос қырлы құрал. Оның артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Жүйдің дамуымен байланысты пайда болатын мәселелерді шешу үшін оның дамуын бақылау және оны адамзаттың пайдасына қолдану өте маңызды.